Бұл жая жүргіншілер жолағы. Оны кесіп өтпес бұрын жаңа мұқият қара болған жон. Егер де ешқандай көлік болмаса, немесе көліктер тоқтап сені өткізіп жатса ғана, жолды кесіп өтуіңе болады. Міне, осындай қарапайым ережелерді сақтағаннан соң қауіп қатерден сақ боларсыз. Әсіресе кәмелеттік жасқа толмаған балаларға жол ережесін біліп жүру өте маңызды. Осы мақсатта біздің мектепке Қызылжар ауданы бойынша кәмелетке толмағандар жөніндегі инспектор полицияға лейтенанты Жамбыл Какжанов пен әкімшілік инспектор полиция капитаны Марат Әбішев келіп, арнайы дәріс өткізді. Олар бірінші сынып оқушыларына жолда жүру ережелерін көрнекі түрде түсіндіріп берді. Бүгін нөмір 3 Бескөл мектебінде республикалық жедел іс шарасы балалардың жолда жүру қауіпсіздік бойынша 1 және 6 сынып оқушылар арасында дәріс өткізілді. Дәріс өткізу себебі барысында жолда жүру ережесі және қауіпсіздік ережесі және автокөлікте отырғанда қауіпсіздік ременін тағу және басқа да қауіпсіздік ережелерін сақтауды түсіндірдік. Оқушылар қонақтарды өте мұқият тыңдап, сұрақ жауап алмасты. Содан соң инспекторлар бастауыш сынып оқушыларын қоғамдық көлікте жүру және өздерін ұстау тәртіптерімен таныстырды. Марат Амангелдіұлы балаларды автобуста міндетті түрде мұқият болуға, ешқашан бір-бірін итеріп ойнамауға шақырды. Себебі көлік шұғыл тоқтап қалса, әртүрлі жарақаттар алу қаупі барын ескертті. Сонымен қатар инспекторлар жаяу жүргінші жолағын қалай кесіп өту керек екендігін оқушыларға өздері көрсетіп және түсіндіріп берді. Аружан Қожахметова, Фархат Асланбек, арнайы мектеп телестудиясы үшін.